Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, әрі шашпа болып шығатын ұн қуырдақтың рецептімен бөлісейін деп отырмын. Бұл рецепт негізінде әркімде әртүрлі аталады. Біреулері нан қуырдақ, ұн қуырдақ немесе нан палау деп айтылады. Ал бұл негізінде Моңғолия халқында цуйван атымен аталған, кешкі асқа арналған осындай керемет бір тағам болып есептелінеді. Ол үшін ең алдымен барлық заттарымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Не қатты майда емес, қатты ірі емес, орташа етіп тураймыз. Және қызып тұрған қазанымызға осылай 150-100 грамм аралығындағы майда құятын боламыз. Және оны қыздырып, үстінен етімізді саламыз. Және де етімізді салған кезде қатты қуырмаймыз, кішкене осылай майдың ішіне батырып жібереміз. Және үстінен пиязымызды дәл солай саламыз. Міне осылай видеода көрсетілгендей бетін жауып, дәл осылай қатты отта 5 минуттай қуыратын боламыз. Міне арасында осылай ашып, бір рет қозғап жіберетін боламыз. Және қайта бетін жауып, 5 минутқа қатты отта қызарғанша қуыратын боламыз. Сары түске енген кезде үстінен картопымызды саламыз. Картоп салу міндетті емес, қалауларыңыз бойынша салмасаңыздар да болады. Міне картопты араластырмаймыз, бетін дәл осылай жауып, еті піскенше жай отта демдеп қоятын боламыз. Поливамыз дайын болғанша қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған суымызға үстінен тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Және үстінен осылай ұнның барлығын бірден салып жіберсеңіздер де болады. Қаттылау етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың қалған бөлігін қолымызбен жақсылап қатты қамыр етіп илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болған соң осылай пакетикке салып 20 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Және 20 минуттан кейін қайта жақсылап илеп, қайта тағы да 10 минутқа қалдыратын боламыз. Сол кезде қамырымыз бір тегіс әдемі жылтыр болып шығатын болады. Кейін осылай екі бөлікке видеода көрсетілгендей етіп бөлеміз. Жақсылап зуаласын жасаймыз. Оны тағы да осылай пакетикке 5-10 минут аралығына салып қоятын боламыз. Сол кезде қамырымыз әдемі бір тегіс болып жайылатын болады. Міне дайын болған қамырымызды бірінші осылай кішкене қолымызбен жайып жібереміз. Содан кейін барып оқтаудың көмегімен осылай бір тегіс етіп домалақтап жайып алатын боламыз.
Прям қатты жұқа болу міндетті емес. Табамызды алдын ала газға қойып қоямыз. Міне жайып болған соң осылай 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Міне осылай қап-қара табамызға әдемілеп тұрып, екі жағын кішкене осылай ақ түйіршіктер пайда болғанша ұстайтын боламыз. Яғни бұл жерде біз қамырымызды жартылай пісіріп алатын боламыз. Міне осы видеода көрсетілгендей қалыңдықта болса болады, бұдан жұқа етпейміз. Міне барлығын жақсылап пісіріп дайындап алдық. Енді бұны қалауларыңыз бойынша осылай 4 бөлікке бөлсеңіздер болады, немесе 2 бөлікке бөліп турай берсеңіздер де болады. Осылай майда жіңішке етіп турайтын боламыз. Мен барлығын турап болған соң 4 ас қасық сұйық майды осылай үстінен құйып жақсылап араластыратын боламыз. Біркелкі бәріне жағылу керек. Міне біздің поливамыз дайын. Дәл осылай үстінен 1 стакан суды құямыз, кішкене қайнатамыз. Қайнаған соң үстінен сразу осылай қамбаларымыздың барлығын салып шығатын боламыз. Уайымдамаңыздар, жабыспайды, біркелкі әдемі болып шығатын болады. 10-15 минутқа демдеп қоятын боламыз, өйткені бұл қамыр бізде жартылай піскендіктен тез пісіп қалады. Міне көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне жабыспай әдемі болып тұр. Құрметті достар, қалауларыңыз бойынша сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, менің каналымды қолдауды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын, сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер.